Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Шынар Сәветханқызы, Семей көпсалалы колледжінің тарих пәнінің оқытушысымын. Менің бүгінгі сабағым қазақ тілі және әдебиеті мамандығының екінші курс студенттеріне арналады. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. Бүгін біз сабақта Ұлы Отан соғысы туралы қазақстандықтардың ерлігі және олардың соғысқа қосқан үлесі жайлы бүгін біз сабақта толығымен танысатын боламыз. Сабақтың жоспары: Ұлы Отан соғысының шығу себебі, сипаты, Қазақстанның экономикасын соғысқа бейімдеп қайта құру, тыл еңбеккерлерінің еңбегі, қазақстандықтардың Мәскеу, Ленинград, Сталинград майдандарына қатысуы, соғыстың аяқталуы. Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылдар аралығында болды. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Тарихта 15 мыңнан астам соғыстар болды. Соның ішіндегі ең ауыры, қандысы осы Ұлы Отан соғысы еді. Ұлы Отан соғысында Германия тарапынан 5,5 миллион солдат, 4,7 мың зеңбірек болды. Ал КСРО мемлекеті бойынша 2,7 миллион солдат, 37 бүтін зеңбірек болды. Енді картаға назар аударайық. Міне қызылмен белгіленіп тұрған бұл КСРО мемлекетінің ірі қалалары: Ленинград, Мәскеу, Сталинград қалалары. Қазақстандықтар осы қалаларды ерлікпен қорғады. Мәскеу шайқасы Мәскеу, Тула, Калуга, Калинин жерлерінде болды. Ленинград шайқасы Балтық теңізі, Нева, Тивин жерлерінде болды. Сталинград шайқасы Волга бойы, Батыс Қазақстан жерлерінде болды. Міне осы аталған жерлерде ірі шайқастар осы жерлерде болды. Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста. Фашистік Германия Кеңес одағының астанасы Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі шайқаста Қызыл армия интеллект келе жатқан фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері де қарсы шабуылға шықты. Қазақстандықтар Ленинград үшін шайқаста. Гитлердің басқыншылары 1941 жылдың қыркүйегінде Ленинградқа жетті. Қаланы толық қоршауға алды. Ленинград үшін ауыр блокада күндері басталды. 900 күн мен түн басқыншылары Ленинградты ерлікпен қорғады. Қазақстандықтар Сталинград үшін шайқаста. Мәскеу түбінде жеңіліске ұшыраған фашист әскерлері астық пен мұнайға бай оңтүстік аумақты жаулап алмақ болып, Сталинград бағытына ең таңдаулы әскерін жіберді. Кеңес жауынгерлері өліспей беріспейміз деген ант берді. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батыры Бауыржан Момышұлы еді. Мәскеу қаласын қорғауда өшпес ерлік көрсетті. 316 атқыштар дивизиясының командирі болды. Төлеген Тоқтаров Мәскеу түбіндегі Бородино селосы үшін шайқаста неміс штабына ең бірінші болып кіріп, 5 неміс офицерін жойып қаза болған Кеңес одағының батыры. Мәлік Ғабдуллин 1941 жылдың қыркүйегінен бастап соғыстың соңына дейін фашисттердің күштеп отанды қорғау борышын абыроймен атқарды. Майданда Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияда жауға қарсы аттанды. Нұркен Әбдіров 267-ші әуе дивизиясының 808-ші шабуылшы полк құрамында майданға аттанды. Барлығы 17 рет әуе шайқасына қатысқан еді. Нұркен жаудың 18 танкісін жойды. Сұлтан Баймағамбетов 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, сол жақтан ұрыс даласына аттанды. Өзінің табандылығы, өжеттілігімен көзге түсті. Кеңес одағының батыры атағы берілді. Әлия Молдағолова қаһарман қазақ қызы, Кеңес одағының батыры. Анасы Маржан қайтыс болғаннан кейін нағашы ағасының қолында тәрбиеленді. 26-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысып мергендігімен көзге түсті. Мәншүк Мәметова, шын аты Мәнсия, ол Орал облысы Орда ауданында туылған. Аға сержант пулеметші
Мәншүк мергендігімен, ержүректігімен көзге түсті. Қазақ халқының батыр қыздары Әлия мен Мәншүкке арналған ескерткіш. Бұл ескерткіш қазір Алматы қаласында орналасқан. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. Рейхстаг қабырғасына алғашқы болып ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев еді. Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер болды. 4 жыл 1418 күн мен түн бойы өз жері мен отаны үшін, келешек ұрпақ үшін жанқилы соғыс жүріп жатты. Сол кездегі Кеңес одағының басқа халқымен бірге жауды талқандап, жеңіске жету ісіне қазақ халқы да өзінің лайықты үлесін қосты. Ұлы Отан соғысы жылдарында біздің қандастарымыз қатыспаған бірде-бір үлкен шайқас болмап еді. 1941-1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына 35 миллион адам, соның ішінде 1,5 миллион қазақстандық қатысты. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70% қатысқан еді. Яғни ер азаматтар 70% қатысты. Ұлы Отан соғысында ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағын алғандар барлығы 11.600 адам, қазақстандықтар 497, 500-ге жуық, оның ішінде қазақтар 97, қазақ қыздары 2. Тарихи маңызы: Гитлерлік Германия империалистік Жапонияға жеңудің негізгі еңбек сіңірген Кеңес халқы өз отанының бостандығы мен тәуелсіздігін сақтап қалды. Ұлы Отан соғысында Қазақстаннан 1 миллионнан астам адам әскер қатарына алынды. Соғыста 27 миллион адам қаза тапты. Семей өңірі бойынша 44.984 адам. Кеңес одағының батыры атағын 500 адам алды. Соның ішінде 97-сі қазақтар еді. Ұлы Отан соғысы халыққа не берді, халықтан не алды? Халыққа не берді десек, патриоттық сезім, достық пен бауырластық, халық қаһармандарын, тарихты берді. Халықтан не алды десек, қанша адам өмірін қиды, жаралы, мүгедек, жесірлер, жетімдер көбейді, экономика, шаруашылық құлдырады, қалалар қирады. Енді үйге тапсырма жазып алыңыздар. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында тақырыбын зерттеу, іздеу, толықтыру үшін ақпарат дайындау, эссе жазу, қасірет шегіп, қан кешіп, жеңіске жеткен күн еді. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысқан ата-апаларыңыз туралы жазуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.